Сәлем балалар, 2 сынып, әдебиеттік оқу сабағы, 84-ші сабақ күн мен көлеңке тақырыбы. 1-ші тапсырма. Жұмбақтарды шеш. Болса да көкте мекені, кездеспейді екеуі. Жұмбақтың жауабы күн мен ай. Келесі жұмбақ. Тұрсаң тұрады, жүрсең жүреді. Ол не? Жұмбақтың жауабы көлеңке. Өтебай Қанахин, жазушы. Қазіргі Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Тәуб ауылында 1923 жылы дүниеге келді. Өтебай Қанахин 1990 жылы дүниеден озды. Жазушының көл жағасында ата қоныс атты кітаптары бар. 2-ші тапсырма. Түсініп оқы. Болаттың белгісі. Болат тау беткейінен ыдысын толтыра қарақат терді. Тас төбеде шақшиып тұрған күн таңдайын кептірді. Өзенде бір топ бала шомылып жүр екен. Соларға барып қосылса, салқын суға сүңгіп алса, қандай рақат. Балалар қарақатымды жеп қояды-ау деп ойлады. Апасы одан тосап қайнатам деген еді. Болат балалардан қарақатты қызғанды. Ыдысын қалың егін арасына тығып кетпекші болды. Қайтарды алады. Мұндайда бір белгі қою керек. Бірақ егін арасынан ондай белгі табылмады. Сөйтіп тұрғанда күннің бетін ақша бұлт көлегейледі. Оның көлеңкесі Болаттың аяғының астына келіп түсті. Болат қуанып кетті. Әлгі көлеңкені белгі етіп ыдыстың бетін шөппен бүркеді. Сөйтті де өзенге қарай жүгіре жөнелді. Балалар, оқиға ары қарай қалай өрбиді деп ойлайсыңдар? Болжап көріңдер. Болат ыдысын қайтадан таба ала ма? Ал олай болса, мәтінді ары қарай жалғастырайық. Болат суға шомылып салқындады. Біраздан кейін қайтып келді. Бірақ ол қанша іздесе де ыдысын таппады. Белгілеп кеткен көлеңке де жоқ. Күн бетін бүркеген бағанағы ақша бұлт та жоқ. Қалың егіннің ішінен кіп-кішкентай ыдысты табу оңай ма? Болаттың аңқаулығы көпке дейін жолдастарының арасында әзіл болды. Оқиғаның авторы Өтебай Қанахин. Мәтіндегі күннің бетін бұлт көлегейлеу сөзінің мағынасы күннің бетін бұлттың жабуы мағынасымен сәйкес келеді. Ойлан. 3-ші тапсырма. Болат өзі белгілеген жерді неге таба алмай қалды? Өйткені Болат өзінің көлеңкесімен белгі қоймақ болды. Алайда көлеңке бір орында тұрмайды. Сол себепті Болат белгіні таба алмай қалды. Бағала. 4-ші тапсырма. Болатты аңқау дегенге келісесің бе? Иә, ол аңқаулығымен өзінің көлеңкесіне сеніп қалды. 5-ші тапсырма. Әңгіменің мазмұны бойынша жоспар құрып жаз. Жоспар. 1-ші жоспар. Болаттың қарақат теруі. 2-ші жоспар. Қарақатты жасыру. 3-ші жоспар. Қарақатқа қойған белгінің жоғалуы. Қорытындыла. 6-ші тапсырма. Болат туралы жағымды пікір айт. Болат тіл алғыш, еңбекқор бала. Ол апасының айтқанын жасап,
таудан қарақат терді. Үй жұмысы. Бұлттар туралы ақпарат ізде. Мысалы, ақша бұлт. Әрі қарай, бұдақ бұлт. Үйіліп жатқан жүн не мақтаға ұқсап келетін сұрғылт түсті бұлттар. Қабат бұлт. Тұманға ұқсас сұрғылт қабатты бұлттар. Шарбы бұлт. Майда мұз кристалдарынан тұратын ақ түсті бұлттар. Ала бұлт. Ақ, қара, қошқыл түсті бұлттардың шоғырынан құралған бұлттар. Қара бұлт дегеніміз түнеріп аспанды түгел жапқан бұлт. Көшпелі бұлттар көтеріліп барып көкжиектен тез көшіп кететін бұлттар. Зілмеуір бұлттар аспанды түгел жапқан ауыр бұлттар. Бұлттың бұдан да басқа түрлері өте көп. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.